Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен қырыққабаттың пайдасы туралы айтатын боламыз. Қырыққабат иммунитетті күшейтеді. С дәрумені тұрғысынан күшті ақ қырыққабат инфекциядан қорғайды, иммунитетті күшейтеді. 100 грамм ақ қырыққабат тәуліктік С дәрумені қажеттілігінің 40%-ын қамтамасыз етеді. Пісірілген, ескірген және өңделген кезде С дәруменінің құрамы азаяды. Қырыққабаттың құрамында ас қорыту жүйеңіздің соруы үшін холестеринмен бәсекелесетін екі зат бар. Бұл сіздің жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Қырыққабаттың көздің денсаулығын жақсарту және катарактаның пайда болуын кешіктіру ерекшелігі бар. Қырыққабат құрамындағы антиоксидтердің арқасында қабынумен күреседі. К дәруменінің жетіспеушілігі болса, артеопороз сияқты сүйек аурулардың асқыну қаупі бар және сіздің қаныңыз дұрыс ұйымайды. К витаминінің тамаша көзі болып табылатын ақ қырыққабаттың бір кесесі ұсынылатын тәуліктік құндылықтың 85%-ын қамтамасыз етеді. Бірқатар зерттеулер қырыққабаттың кейбір ісік түрлерінің алдын алуға көмектесетінін көрсетеді. Бұл қырыққабаттың антиоксиданттық және қабынуға қарсы қасиеттерімен байланысты. Сонымен қатар денеңізді қатерлі ісікке қарсы күресушіге айналдыруының себебі құрамында ерекше күкірт бар зат. Ақ қырыққабат В тобының дәрумені көп көкөністің бір түрі болып табылады. В тобындағы дәрумендер әсерсе жүйке жүйесіне пайдалы. Оның иммунитетті көтеретін қасиеті де бар. Бір порция ақ қырыққабат ұны немесе салатын тұтынсаңыз, күнделікті В дәрумені қажеттілігінің 10%-ын қамтамасыз ете аласыз. Бұл калориясы өте төмен диета жасауға қолайлы бір көкөніс. 100 граммында 24 кал-энергия бар. Әсіресе оны шикі түрде тұтынған кезде диетаға калорияның қайтарылуы аз болады. Талшыққа бай болғандықтан ұзақ уақыт тоқ ұстайды. Әрі құрамындағы дәрумендер әсіресе майда еритін К және А дәрумендерді сіңіріп, әрі асқазаннан тез кетпей ұзақ уақыт асқазанда тоқ ұстау үшін тамақты әзірлегенде оған аз мөлшерде май қосуды ұмытпаңыз. Ерімейтін талшыққа толы қырыққабат ас қорыту жүйеңізді сау ұстауға және ішек қозғалысын қалыпты ұстауға көмектеседі. Құрамындағы талшықтары және кейбір заттарымен ағзадағы суды кетіруге көмектесетін бұл көкөніс осылайша жақсы қан айналымын, ісінуді азайтуды, натрийді сумен бірге денеден шығаруды қамтамасыз етеді және қан қысымын төмендетеді. Тамақты немесе салатты қан қысымы жоғары және ісінуі бар адамдар оңай тұтынуы мүмкін. Бұл кальцийдің күшті көзі. Күнделікті кальций қажеттілігінің 10%-ын 100 грамм ақ қырыққабатпен қамтамасыз етуге болады. Тістің, сүйектің беріктігін қолдайтын бұл көкөністі шикі немесе пісіріп тұтыну кальций құрамына әсер етпейді. Құрамындағы күкірт қосылыстары ақ қырыққабаттың ас қорыту жүйесінде жақсы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар жапырағындағы көбірек шоғырланған целлюлозаның арқасында ішек қозғалысын жоғарылататын өте жоғары ерекшелігі бар көкөніс болып табылады. Ақ қырыққабат жоғары антиоксиданттық қабілеті бар көкөніс ретінде еркін радикалдармен күреседі және қатерлі ісіктен қорғайды. Ол сондай-ақ иммуносупрессивті аурулар, бауыр ауруы, қант диабеті және семіздік сияқты аурулардан қорғайды. Соңғы кездері жүргізілген бір зерттеу қырыққабатқа бай бір диетаның тип 2 қант диабеті мүмкіндігін төмендететінін көрсетті. Қауіпсіз және салмақ жоғалтуға көмектеседі. Қырыққабат құрамындағы талшық қорытылмайтын немесе сіңірілмейтін көмірсулар болып табылады. Сондықтан ол тамақтың көлемін арттырады және асқазаныңызда орын алады. Сіз сіңіретін көмірсуларды қабылдамай-ақ тезірек және ұзақ уақытқа қанықтыру сезімін ояндырады. Ақ қырыққабатты маринадтау арқылы оған пробиотикалық қасиеттерді қосуға болады. Дегенмен маринадталған қырыққабатқа қосылған тұз пробиотиктердің мөлшерін төмендеуге әкелуі мүмкін.
Пробиотиктер ішекте өмір сүретін пайдалы бактериялар. Олар ішектерді сау ұстау арқылы денені көптеген аурулардан қорғайды. Тұздалған қырыққабат сірке суымен әзірленіп, піскен кезде орам жапырағын да жеп, шырынын да ішу керек.